бүгінгі қысқа және түсінікті видео сабағымызда неон текстпен танысамыз. Бұл үшін бізге керек type tool'да біз керек сөзін жазамыз. Мысалға мына сөзді жаздық. Енді бұл сөзді мысалға керекті үлкендікке өтеміз. Сосын кейін бұл сөзге керек шрифтімізді қолданамыз. Мен бұл жерде компактный тексттік шрифт қолданам. Ол бізде мына жерде керекті үлкендікке үлкейтіп аламыз. Сосын оған түсіп береміз. Негізінде ол осындай сізде таңдауға болады. Осындай түсте. Енді осы текстіміз дайын. Осы текстімізді мына жоғары қарай көшіреміз. Alt тақымасын басып. Осыған эффектіден Gaussian Blur эффектін қолданамыз. Blur сөзін жазып, Gaussian Blur бірінші әріппен қатынасының ішінде болып болады. Бізде мына жерде Effect Controls'та Gaussian Blur'дің настройкасы шықты. Осында 110 не көп, не аз қоюға болады. Енді бізді қойылды. Біз осыны осы Alt тақымасын басып, эффект қойылған текстін type tool'да жоғары көшіріп, біз бұны былай түрлендіруге болады. Мысалға, керек жерін өшіріп, қалдыруға болады. Сонағысы бізде мысалға өшіреміз. Өшіреміз. Осылай өшіріп болады. Және керекті аудио жолды қолдануға болады. Қайталаңыздар, көріңіздер.